Күн температура және аяқ қолдың суық болуы. Осы жайлы сөйлесетін боламыз. Бұл егер сізде балаңызда температура көтеріліп, аяқ қолы мұздай болса, бұл ақ лихорадка, орысша айтқанда белая лихорадка деп аталады. Бұл кезде біз басқаша түсіреміз температураны. Яғни аяқ қолы мұздай болғандықтан ешқандай обтирание жасау керек емес. Наоборот, аяқ қолын жылытуымыз керек. Сосын құрамында парацетамол бар дәріні береміз. Баланың салмағына қарай береміз. 1 килограмм салмаққа 10 миллиграмм санаймыз, соны салмағына көбейтіп осынша миллиграмм береміз. Мысалы айтайық, бала 10 килограмм болса, 10 миллиграммға көбейтеміз 100 миллиграмм, яғни 100 миллиграмм беруге болады. Осылай, егер білмесеңіз, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Сонымен қатар айтып өтетін жағдай, бұл кезде ешқандай есік терезені ашпаймыз, обтирание жасамаймыз, себебі баланың аяқ қолы салқын. Неге?